күн сайын өз жанын шүберекке байлап, оқшаулау орындары мен медициналық мекемелерде қызмет етіп жүрген ақ халатты абзал жандарға түрлі сала өкілдері қолдау көрсетуде. Өзгенің денсаулығы үшін арпалысқан дәрігерлерге қарағандылық нәтиже сүт фабрикасы өнімдерін тегін беруде. Аталған сүт компаниясы медициналық мекемелерді өз тауарларымен қамтып отыр. Олар 24 сағат бойы үздіксіз еңбек ететін Қарағандының 4 ауруханасын айран және сүт өнімдерімен қамтамасыз етеді. Фабрика сонымен қатар елордадағы бірнеше емдеу орнына да көмек қолын созған. Игілікті бастама жасап, ізгілікті іске жол ашқан нәтиже компаниясын Теміртаулық Ренмилк фабрикасы да қолдаған. В условиях коронавируса мы, конечно, прежде чем предложить свою помощь, изучили проблему. Қытайлық ғалымдар өз тәжірибесінде сүт өнімдері адамның денсаулығына пайдасы зор екендігін айтқан болатын. Сондықтан бізде науқастарға бар күшін жұмсап жатқан дәрігерлерге өз өнімдерімізді ұсындық. Мы, конечно, сразу же подумали о том, какую помощь мы можем оказать медикам. Дәрігерлер болса, өз тарапынан жаны жомарт меценаттарға зор алғысын жеткізуде. Олар ұлт денсаулығы үшін күресте бірлік пен қолдау қашанда қажет екенін айтады. Сотрудники клиники хотели поблагодарить компанию «Нәтиже». Еліміздегі қиын кезеңде жалпы әлемде бұл жағдай туындап жатқанда сүт компаниясы бізге үлкен көмек көрсетті. Мамандар тынымсыз жұмыс істеп шаршап жүргенде компания сүт өнімдерімен қамтып жатыр. Біз оларға зор алғыс айтамыз. Сүт өнімдерін өндіруші кәсіпорын карантин мерзімі аяқталғанша осынау клиникаларға қолдан келген көмекті көрсетпек. Алдағы уақытта жақын жердегі ауруханаларға да қол ұшын созып, игі дәстүрді жалғастырмақ ниетте. Айгөз Тұрсынбай, Мерхат Иманқұлов, Сарыарқа телеарнасы.